Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Қазақстандағы ең үлкен алаяқтық схемалардың бірін көрсететін боламын, және де ол схемалардан қалай ақша табуға болатынын көрсететін боламын. Одан кейін достарыңызға, жақындарыңызға барлығына жіберсеңіздер болады. Себебі осындай сайттардан қанша адамдар шынымен ақша жоғалтып жатыр. Миллиондап, 2 миллиондап ақша жоғалтып жатқан адамдар көп. Одан бөлек каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк бас, комментарий жазып, қоңырау басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ең бірінші қараңыздар, сайт ChangeJots деп аталады, және де бұл жерде бізге сіз просто посредниксіз деп түсіндіреді. Мысалы қараңыз, біреуден товар алған кезде сіз просто ортасында даналарды жіберіп отырасыз деген сияқты нәрселер айтады. Мен бұл жерден шын керек қазір записать снятие средств қарайтын болсақ 7500 теңге шығардым. Одан кейін 2400 теңге бір рет шығардым, бір рет 7500 теңге шығардым. Ол қалай болды? Кеше маған бір бала жазды осы сайт жайлы, осы сайтқа 1400 теңге салдым, жоқ 1000 теңге салып 2400 теңге шығардым. Арғы жұмыс жасауға бола ма, көріп берші деп жазды. Мен содан кейін өзім де тоже ақша салдым. Қазір барлығын айтып беретін боламын. Ал енді қараңыздар, мен сіздерге бірінші сайт жайлы айтпас бұрын просто осы проекттің телеграм каналын көрсетейін. Себебі бұл жерде өте қызықты суммалар бар. Қарасаңыздар, 878 мың, 977 мың, миллиондап шығарып жатқан адамдар бар ақша. Мысалы бүйтіп көре салсақ болады. Мына суммалар қарасаңыздар, Халық банк, Хом кредит, барлығы Қазақстан банктары, Хом банк, мына Хом банк мысалы, Хом, Форте, Жусан сияқты банктар өте көп. Барлығын қарап шықтым. Кәдімгідей басында аз суммалардан басталған, кейін үлкен суммаларға қарай көтерілген Евразийский банк. Бұлар айтты басында не үшін екен білмеймін, бірақ Каспиймен жұмыс жасамайтынын айтты. Тек қана басқа банктардың барлығымен жұмыс жасайтынын айтты. Одан кейін бұл проектте дәл осы адамдар шынымен шығарып жатыр деп ойлайсың ба десеңдер, иә, шынымен шығарып жатыр. Себебі бұл жерде мысалы 878 мың осы адам шығарған болатын болса, ол примерно 600 мың теңге или 500 мың теңге өзінің ақшасы, үстіндегі просто комиссиясы. Сізге басында түсіндіреді олар. Комиссия аласыз, анау мынау деп. Қазір мен сіздерге барлығын айтып беремін. И одан кейін осыған ұқсас бір проект болған 2-3 жыл алдым. Тоже бізге просто бір схемалар береді. Сондай нәрселер істейсіңдер деп группасы бар. Группасында 20-30 мың адам бар еді ол группада. Және сол адамдар Қазақстаннан 350 миллион немесе 450 миллион теңге алып кеткен. Просто бір күні барлығы осылай әдемі жұмыс жасап жүрді. Мен видео айтқанмын, типа ол проект жайлы мен 2-3 рет видео түсіргем. Бұл хайп проект, кез келген уақытта жабылып қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ көп адамдар сенбеді, енді әркім өзі біледі. И соңында проект кәдімгідей жабылып, просто телеграм группаларын өшіріп тастаған. Оларға кейін заявление жазғандар болды. Заявление жазғанда олар табылмайды, себебі олар өздері басқа елде отырып, Қазақстан карталарымен істеп, кейін Binance арқылы немесе Bybit арқылы, кез келген биржа арқылы, крипто биржа арқылы MetaMask'қа, Trust аударып алады ақшаларын. И Trust MetaMask'тан KYC болмаған себепті оны таба алмайды ешкім. Ал енді қараңыздар, бұл сайттың адамдармен қалай сөйлесеміз. Одан кейін типа Инстаграмнан таргеттен алдым десеңіздер болады, қаяқтан алдым десе. Одан кейін саламатсыздар, жұмыс бар ма деп жазасыз. И бізде осындай Chain International деген компания, біз осындай нәрселермен жұмыс жасаймыз. Біздің клиенттеріміз осынша ақша табады деген сияқты нәрселер айтады. Одан кейін сайттың ссылкасын береді. Сіз сайтқа регистрация жасауларыңыз керек. Сайтқа регистрация жасап болғаннан кейін ары қарай инструктаж береді. Бұл жерде сіз типа комиссияңыз 20%-ның құрайтынын, және де сайтқа тіркелгенде 800 теңге сізге бонус бергенін айтады. Одан кейін сізге 1000 теңге осы сайтқа салуыңыз керек екенін түсіндіреді. И сосын менде қазір реквизит береді. Бұлар өздері қазақ емес, бірақ қазақ адамдардың реквизиттарын береді. Бұлар өздері негізінде переводчик арқылы жазады. Өздері типа арабша әріптер сияқты нәрселер, өздерінің оригинал әріптері. Одан кейін мен 1000 теңге салдым. Одан кейін бізге осы адамның ссылкасын береді, ары қарай осы адаммен жұмыс жасайсыз деп. Енді қараңыздар, бұл адаммен жұмыс жасаған кезде қалай болды. Мен ол адамға тоже саламатсыз деп жаздым, и типа түсіндірді. И мен ақша салғанымды, и өзім аккаунтымды жібердім. Уже ақша салып қойғанымды, типа сіз қанша тапқыңыз келеді деп жаздым. Маған айтты, 5 минут ішінде 2400 теңге табасың деп айттым. Одан кейін маған типа осы платформаның участник болғаныңызды и группамызға тіркелуіңізді сұрады. Мен группаларына тіркелдім жаңағы. И скрин жібердім. Скрин жібергеннен кейін маған қалай заданиялар орындайтынын көрсетті. И мен көргендеріңіздей заданиялар орындадым. Заданиясын барлығын орындадым. И қалай ақша шығаратынын көрсетті. Мен ақша шығардым. И 30 минуттан кейін түсетін, күтіңіз деп жазды. И
30.000 теңге маған ақша түсті. Жаңа айтқандай біріншісінде 2400 теңге жардым, 2400 теңге түсті, яғни 1400 теңгемен таптым, 1000 теңге салып. Одан кейін екіншісінде мен уже салғым келмеді, себебі бұндай сайттарға алдым көп рет болған. Екінші рет немесе үшінші рет шығаратын кезде сені типа жазбай қояды или платформаға ақша түспеді, сен самадың деген сияқты нәрселер айтады. Бірақ мен тағы да салып көрейін дедім, себебі телеграмын көрдім. Жаңа телеграмды көргендеріңіздей 200 мың 300 мың шығарып жатқан адамдар бар. Сол себепті мен смело салуды көрдім, дұрыс көрдім, себебі қараңыздар, бұл жерде қазір просто сайт үлкейіп кеткен и ішінде адамдар көп. Біз 3000-4000 теңге менсінбейді олар. Менің ойымша 100 мың 200 мыңға барған кезде қадайды, пока қадамайды деп ойладым. Бірақ риск өте үлкен. Мысалы екіншісінде немесе үшіншісінде қадап кетуі мүмкін. Негізінде қадағанда енді бұлар қадамайды деп ойлаймын, просто сайтты жабуы мүмкін, сайт істемей қалуы мүмкін. И өздерінің группаларын тоже закрыть ете салады, болды, адам тіркеле алмайды, сөйлесе алмайды. Одан кейін қараңыздар, маған не деп жазды. Мен екіншісінде 5000 салсам қанша табам деп айттым. Ол маған типа ақшаны шығардым деп айттым. И сіз задание орындауды жалғастырасыз ба деді. Мен жалғастырамын дедім. И типа сіз новичоктердің заданиясын орындадыңыз, 1000 теңге ғана салдыңыз. Енді сіз 3000 теңгемен 5000 теңгеге сала аласыз деп айтты. Мен 5000 теңге салсам қанша табам дедім. Ол 9000 теңге дей деп айтты. Бірақ 9000 теңге емес, примерно 5000 салсаңыздар сіздер 2500 теңге табасыздар үстіне, максимум 3000. И мен бүгін ақша шығарылам ба дедім, шығарылам деді. Шығарыласың деп айтты. Одан кейін бізде Каспи трансфер жоқ. Яғни бұлар Каспи қолданбайды. Неге екенін білмеймін. Басқа банктар қолданатынын айтты. Одан кейін мен Жусан деп айттым. Жусанға маған тоже Алмас деген баланың реквизитін берді. Жаңа алдында маған басқа адам реквизитін берген. Қазір енді Алмас деген адамның реквизитін берді. Одан кейін мен ол адамға салдым. И задание орындауға кірістім. Одан кейін қараңыздар, заданиялар қалай орындалады ол жерде. Міне хома кіресіздер и начать зарабатывать деген басасыздар. Одан кейін сізде задание менде 6 деп тұр. Начать сбор заказов басасыздар. Сіздерге заданиялар шығады, просто орындап отырасыздар. Ол өзде телеграмда сізге түсіндіріп айтады, типа қалай орындайтынын. Одан кейін сізде мынандай болады. Мысалы сіз 2000 теңгемен заказ қабылдайсыз. 3000 теңгелік заказ, 4000 теңгелік заказ. Мен видеоларымды көріп жүрген адамдар сразу түсінеді. 4000 теңгелік заказ сізге келді, 5000 теңгелік заказ келді деген сияқты нәрсе. Маған 200 теңгелік, 300 теңгелік, 400 теңгелік заказдар келді. И соңында бірі 5967 теңгелік заказ келді. И комиссия менің 1491 теңге болатын еді ол жерде. Ал менде ақша жетпейді оған. Мен типа жаздым оған, ақша жетпей тұрма деген сияқты, тупа өтірік түсінбей тұрған адам сияқты сен. И осыны бас деп көрсетті, маған осындай шықты деп жаздым. Қараңыздар, менің балансымда 2015 теңге жетпейтін. И бұл жақсы, бұл болып тұрады ондай нәрсе, короче, 2500 теңге тағы да салыңыз. И сіз 7500 теңге шығарып аласыз деп тағы да баланың реквизитін берді. И ол балаға мен 2500 теңге салып жібердім. И типа салдым деп айттым. И типа тағы да заявка жібердім. Енді қараңыздар, типа ақша маған келмеді. Басында бір 5-6 минуттай келмеді. Одан кейін ол 30 минут күт, 30 минут ішінде түседі деді. Маған уже түсті. Примерно 10 минуттай күттім, 10 минут ішінде түсті. И 7500 теңге болды. И мен ақшаны шығарып алдым. Енді тағы да мен бұған жазатын болсам, маған қазір 15 мың, 20 мың деп айтады. Дәл солай көтеріле береді просто. И бұл бізді қай уақытқа дейін барғанда лақтыру мүмкін. Оның түрлері көп. Мысалы қазір екіншісінде бізге ол 10 мың сал деп айту мүмкін. Және де үшінші или төртінші заказда уже біздің ақшамыз жетпей қалады 10 мың теңге. Яғында сондай болады. И ол бізге типа сізге үлкен заказ түсті, тағы да 20 мың теңге салыңыз, или 30 мың теңге салыңыз деп айтады. Тағы да саласыз, дәл сөйтіп кете береді просто. Екі жол бар бұл жерден, типа кетіп қаласыз, типа сіздің ақшаңыз жетпей қалады, саламай қаласыз. Немесе өздері просто сізді заблокировать етіп тастайды, или барлық адамдар жинап просто сайт жабады.